Демалыс күндері Өскеменде дәстүрлі ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтті. Өнімдер әдеттегідей нарықтағы бағадан анағұрлым төмен. Бұл жолы қала тұрғындарын сапалы өнім, қолжетімді бағамен Глубокое ауданы қуантты. Сенбі сайын әдетке айналған жәрмеңкеге келген халықтың қарасы қалың. Сөреде тұрған өнімдердің бағасы да қолжетімді. Азық-түліктен бөлек кәсіпкерлер мұнда кигізден жасаған етіктерді де ала келген. Сегодня глубочане порадовали жителей города Усть-Каменогорска. Қала тұрғындары үшін өзіміздің жергілікті өнімдерді алып келдік. Өзге аудандардан ерекшелігіміз кигізден жасалған дүниелерді тұрғындар назарына ұсындық. Қыста таптырмайтын өнім болғандықтан тұрғындар қуана-қуана алып жатыр. Бұдан бөлек сүт және тәтті бәліштеріміз де бар. Балдың түр түрін сөрелерден көре аласыздар. Жәрмеңкеге жиналған жұрт ұлттық ойын түрлерінен ұйымдастырылған сайысқа қатысып, бағы мен бабын сынады. Алаңда тағы бір қызықты аумақ ұйымдастырылды. Көлемді кигіз үй құрылды. Келушілерге ыстық шай мен бауырсақ тәтті дәмді таратылды. Халық көп, сауда жүріп жатыр. Келіп, таңдап отырып жаңағындай. Қыста қайта-қайта келінбес үшін ірі қараның етінде, қойдың етінде, жаңағындай жылқының қазысында бәрін алып жатырмыз. Енді не тілейміз жаңағындай. Ел аман жұрт тыныш болып, осындай бейбітшілік болып, халқымыздың жаңағындай әл-ауқаты жақсара берсін. Біздің еңбекшілер, малшылар, егіншілер жаңағындай табысты болып, мол өнім алып, халыққа жаңағындай сапалы, арзан бағаменен өнімдерін сата берсін. Әр сенбі сайын өтетін жәрмеңке халық үшін мерекеге айналғандай. Келушілер би билеп, бұл күнді көтеріңкі көңіл күймен өткізді. Вот такие ярмарки пусть всегда будут продолжаться. Осындай жәрмеңкелер жиі болып тұрса деймін. Бүгін жылқы сиыр етін әкелдік. Бағасы әдеттегіден арзан. Жылқы еті 2500, сиыр еті 2300, ал қой еті 2200 теңге. Облыс әкіміне айтар алғысымыз шексіз. Осындай жәрмеңкелердің арқасында халыққа да пайдамыз тиіп жатыр. Жәрмеңкеге келген сатушыларда жоғары көңіл күйде өз жұмыстарына кірісті. Ал кәсіпкер Олеся Орлова да бұл жәрмеңкеге ірімшіктің түр-түрін әкелген. Я занимаюсь изготовлением сыра. Отбасы мүшелері шаруашылыққа қарайды, ал мен ірімшік жасаумен айналысамын. Біз сүтті өзіміз өндіргендіктен баға әлде қайда төмен. Жәрмеңкеге ірімшіктің барлық түрін алып келдік. Ет, бал өнімдері де бар. Кәсіпкерлерге сәттілік, жақсы сатып алушылар болсын. Барлықтарыңызға жақсы көңіл күй тілеймін. Бал өңдеумен айналысатын Троеглазовтар отбасы мұндай жәрмеңкелердің кәсіпкерлерге берері мол екенін айтады. Наша продукция представлена орехами в меду. Біз таза балды жаңғақтың түр-түрімен қосып жасаймыз. Быстыруға тұрғындары біздің өнімді жақсы білет. Бір жыл болды біз бұл кәсіпті қайта қолға алғанымызға. Биыл мемлекет тарапынан грант алдық. Енді тапсырыс қабылдап кәсібімізді дөңгелетпекшіміз. Баға қолжетімді. Балды өзіміз өндіреміз, ал жаңғақтарды оңтүстіктен алдыртамыз. Шараға шашу ретінде Глубокое ауданынан келген өнерпаздар көңілді концертпен халықты қуантты. Қарақат Жақсылықызы, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.